Клиент па? Маған ғой, кіре. Аха. Отыра бер. Аха. Е. Жонау, неге... Аха. Жоқ, мен неге жұмысқа тұрғанмын ғой? Мужаның жағында ше охрана болып. Сол жаңа обед ішуге шығып кеткен еді, тамақ ішіп келейінші деп ше, 1 сағатқа. Аха. Сол неде ғой? Сол стоматолог, осы жақта өзіне стоматолог ашып сөйтіп қазір движение істеп жатыр ғой. Жаңа қасында Магнум бар еді ғой. Соған охрана алып кіріп алсайшы деп мені шақырған ғой. Жаңа тамақ ішіп келейін, есік құлыптанбайды деп. Маған отырып тұршы деген еді. Болды, онда хабарласамын ғой. Айтамын мен Мура келгенін айтамын өзім. Аха, давай, жақсы. Далқада түсін ауылда тұрдым. Вообще бірдеңе сөйлесем, тамақ ішсем ауылда. Суық тиген ғой, иә? Суық тиген сияқты. Аш аузын. Қаттырақ аш. Мынау қалай қосылатын? Телефон фонаригіме қарай беріңіз, иә? Аш аузын. Мынау кішкене сынып шіріпті, мына беті. Суық тисе ауыра ма? Таста бірден берсем. Аузын ашы. Десең ауыра ма? Таста. Ауыра ма? Ашы. Ашы. Қорқпа. Ауыра ма? Бірат ауырады. Жадай. Аха. Так, қайтадан жатшы, қыдырсап көрейікші. Ананы, енді саған жылу керек па енді? Емдеу керек па? Емдеу керек деп ал. Жыла салсақ қалай болады? Жыла салайықтан ана? Жылау керек. Емдеу керек деп айтты. Емдеу керек деп айтты ма? Айтты ма деймін, сен өз стоматологсың ба? Иә. Ашса. Так. Ауырады? Жаңа просто қарап тексеріп тұрмын ғой енді. Емдесе деген ана, иә? Жумай қойын ба енді? Жумай қойын. Иә? Аузыңды аш. Керексіз. Аузыңды ашып жата бер. Аузыңды жаппа, иә? Алло. Мура, сен тамақ ішіп болдың ба? Пациентің келген ғой, сен тіс ауырып кепті да. Болса өзім 5-10 дейін болсын, кішкене жүндей солайын деген ғой. Мына жерде емдеп берейін деген ғой. Жылмай қой дейді, емдей бер дейді, ше. Анау, ма ана уколды не істеу керек? Бірінші укол салу керек па, емдеп болғаннан салайын ба? Болды, я. Давай, я, хорошо. Алдын ашы. Жата бер, иә? Қазір укол саламыз ше. Саған кеше келген кезде не деп айтты негізі? Көрмені қанша болады ақшасы? 30 мыңға дейін жетеді деді. Көрмені 30 мың болады ма? Иә. Сен маған 5 мың бере сал, мен саған 5 мың жасап беремін. Çok iyi. Сіздің енді орнамайтын бе? Жасайласың ба? Иә, жасаймын ғой. Ойында болса, мен осы жерде жұмыс істейтін адаммын ғой. Жасай, аузын аш. Ойнау ол жағынан. Қорқпаса, смело жасайды. Мен Макс десе ше, мына жерде бүкіл район біледі. Стоматолог Макс десең. Мен бір адамды емдедім ба ше, ол адам вообще қайтып келмейтін ғой. Қатысып кетеді, иә? Мұзай су ішіп көресің бе әлде? Иә? Просто тексерейін деген ғой, қаншалықты ауыратынын ше. Прям қақсап жүре ма? Жан бермей ғой. Иә? Жата береді, аузыңды аш. Бүйтейік. Қалай болсын?
Жақсы жаңа цветтері. Көзді ойып деген ғой, қаш жазма. Жаңа 5 мың теңге қазір бере алмайсың, иә? Емдеп берсіз ба? Иә? Сен емдеп бере ма ойнап алсам? Жаз. Кетейік. Алшы, аузын аш. Не істейін жатсың, братан? Жат. Қорқма, ешкім істемеймін. Просто тексеріп қоятын, аузына сыймай сыймаймын. Братан. Жоқ, емдеймін ғой мен түсінді. Укол салатын шығарсың? Укол саламын ғой, салам ойында, жатсай. Ашшы аузына просто тексеремін, аузына сыйма сыймай ма? Братан. Жат. Теспеймін, қорқпасайшы. Мен емдеймін деп айттым ғой сені. Ашшы аузында. Просто сыя ма сыймай ма деген ғой. Қазір емдеуім керек қой бірінші. Точно стоматологсың ба, братан? А? Стоматологтың айтып өттім ғой. Қазір жат аузын аш. Аш аузын аш. Мура, не істеймін, отверткамен бірінші тығып ана ішіндегісін шұқып алайын ба бірінші? Сосын барып мен артын түзеп барып не істеймін, сөйтіп барып емдемеймін ба? Сосын укол салатын таппай жатырмын, не істеймін, укол сұра берейін ба? Братан, болмасы күтеді, анау. Жоқ? Пласкоусыныз, братан? Түсінбедім. Пласкоусыныз? Пранк қораны. Байқап қалдың негізі, доктор сондай, кіргеннен танып қойдың ба? Таныдым, братан, практика көріп. Не істеп жүр деп қойдым. Білмедім ба, доказан не істейді екен деп. Башын танып қойды. Бауырым. Практика көріп жүрсің ба негізі? Көрдім, братан. Сала берейін ба? Сала, Смелый ма? Ренж жоқ па? Ертең салғаннан кейін брат, салмай ақ қой деген тема ойда. Пранк түсіре қояйық дегенбіз ғой пациентке. Жігіт танып қойыпты. Мен негізі көзінен байқадым. Резко маған бірінші қараған кезде танып қойған сияқты болды. Ренж жоқ па? Жоқ. Жынды ма дедім примерно. Каналға тіркеліп лайк басып жүріңіздер. Пранк ұнады деп ойлаймын сіздерге. Жаңа ауа тигізгенде ауырып кеткен жоқ па негізі? Жоқ. Ауырған жоқ па? Әдейі істедің ба? Болды онда, рахмет радым. Лайк басып, комментарий жазып жүріңіздер, және де осы Алматы қаласындағы 12-ші микрорайонда орналасқан, 1-ші номерде орналасқан стоматологияға мыңда оралды, сосын мүмкіндік беріп жатқан видео түрге. Просто бүгін тісін жасатуға келгенмін ғой, тағы практика машина дедім. Клиенттер бар ма дедім, клиент бар дейді, қазір 7-ге келеді дейді. Как раз клиентқа аяқ асты практика бұл кісімен танып қойыпты. Сол Абдышев брат, иә? Подписаться жасап қойып, қазір ана Мураң өзі келіп емдеп береді ғой. Кетіп тұрасың ба?